Бүгінгі таңда қазақ тілінің ең үлкен проблемасы алфавит болып отыр. Bizim қазакен өткен тарихқа көз жүгірсек, алфавитке бай болған, мықты болған. Атап айтқанда Ахан Ахмет Байтұрсынұлы араб графикасында түркі тілінің ең мықты алфавитін жасаған. Ол төте жазу деп аталады. Бүгінгі таңда сол қазақтың тілінен нақты келіп отыр. Бүгінге дейін ғасырлар бойы бұны ешкім жасай алмапты. Атап айтқанда Осман мемлекеті 6 ғасыр өмір сүрген. Сол 18-19 ғасырларда түрк зиялылары осы араб графикасы тілімізге сай келмей отыр. Осыған реформа жасайық. Тілімізге бейіндеп көп жағаласқан, бірақ та Байтұрсынұлындай мықты алфавит жасай алмаған. Сондықтан кейін республика құрылған уақытта Ататүрк сол алфавитті тастап латын әліпбиіне көшкен. Бірақ Байтұрсынынікі мықты болған. Енді бір анекдотта рас па өтірік пе екенін білмейміз. Ататүрк айтқан екен дейді. Мен кезінде Байтұрсын осы төте әліпбиін білгенде араб әріптерінен бас тартпас едім деп айтыпты. Енді рас па өтірік пе білмейміз, бірақ бір шындықты көрсетеді. Ол да сол төте жазудың мықтылығын, бұл Аханның мықтылығы. Енді кейін латын әліпбиіне өттік. Одан кейін 40-шы жылы мына осынғы орыс әріптер дейміз, кирилл әріптеріне өттік. Енді осы кирилл әріптерінде де қазақ мықты болып шықты. Бұны мен айтып отырған жоқпын. Бұны бүгінгі таңда түріктің тіл ғалымдары айтып. Содан бір-екі еңбектерін кездестірдім. Сол кеңестік республикаларда түркі тілдес халықтардың барлығы кириллге өткен дейді. Әрбір жеке-жеке өзінің алфавиттерін жасаған дейді. Бірақ сол кирилл әліппесінде солардың ең мықтысы қазақтікі дейді. Енді менің үмітім осы тәуелсіздіктен кейін осы латын әліпбиінде де ең мықтысын қазекең жасар ма екен деп көп үміттеніп отырмын. Енді көңіл әлі толмай отыр. Бір-екі әріптерді әлі де болса түзету қажет. Бұрынғы бір әліпби әйтеу жақсылап түзеттік. Мына екінші формасы да жаман емес, бірақ о да жақсарса қазақтағы алфавит мықты атақ алса деген ой бар.